Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 50-ші сабақ. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару. Зат сатып аламын. Бүгінгі сабақта сен есеп шығаруды үйренесің. Нөмірі 1-ші есеп. Заттың бағасын, санын, құнын қалай табуға болатынын есіңе түсір. Мұнда балалар формулаға назар аударайық. Құнын табуымыз үшін баға мен санды көбейтеді екенбіз. Келесі, бағаны табуымыз үшін құннан санды бөледі екенбіз. Келесі, санды табуымыз үшін құннан бағаны бөледі екенбіз. Нөмірі 2-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығарыңдар. Бір қарындаш 8 теңге, 8 қарындаштың, яғни бізге құнын табуымыз керек екен. Құнын табуымыз үшін балар баға мен санды көбейтеміз. 8-ге 8-ді көбейтетін болсақ 64. Жауабы 8 қарындаш 64 теңге тұрады екен. Келесі, бір ұштағыш 9 теңге, 81 теңгеге қанша дана келеді, соны табуымыз керек, яғни санын табуымыз керек. Санның формуласы балалар құннан бағаны бөледі екенбіз. 81-ді 9-дан бөлетін болсақ 9, яғни бұл ұштағыш саны. Жауабы 81 теңгеге 9 ұштағыш сатып алуға болады. 9 түрлі түсті қағаз 90 теңге. Бір түрлі түсті қағаз, яғни бағасын табуымыз керек. Бағаны табуымыз үшін құнды санға бөлеміз. 90-ды 9-ға бөлетін болсақ 10. Яғни бұл балалар жауабы бір түрлі түсті қағаздың бағасы 10 теңге тұрады екен. Нөмірі 3-ші есеп. Дүкенде 5 жапсырмаға 40 теңге төленді. Осындай 9 жапсырма қанша тұрады? Кестеге қара. Есептің сұрағына жауап беру үшін нені білу керек екенін түсіндір. Бір жапсырманың бағасын қалай табуға болады? Бір жапсырманың бағасын біліп, 9 жапсырманың құнын тап. Балалар, мұнда 5 жапсырма 40 теңге екен. Бізге 9 жапсырманың құнын табуымыз керек, екеуінің бағалары бірдей. Шешуінде біз 40-ты 5-ке бөлеміз, 8. Сол 8-ді біз 9-ға көбейтеміз, сонда 72. Жауабы 9 жапсырма 72 теңге тұрады екен. Нөмірі 2-ші тапсырмаға берілген кестедегі деректерді пайдалана отырып, осында есептер құрастыр. Ұштағыш 9 теңгеден, яғни бағасы құны 81 теңге екен. Түрлі түсті қағаздың құны 90 теңге, яғни мұнда бағасын табуымыз керек. Екеуінің де саны бірдей. Ол үшін біз 81-ді 9-ға бөлеміз, 9. Яғни саны. Екінші, сол 90-нан біз 9-ды бөледі екенбіз, 10. Бағасы. Яғни бағасы шықты, балалар. Жауабы бір түрлі түсті қағаз 10 теңге тұрады екен. Нөмірі 4-ші есеп. Сурет және кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. 6 қарындаш 42 теңге тұрады екен. 63 теңгеге қанша қарындаш сатып алуға болады? Бағасы бірдей. Біз 42-ні 6-ға бөлеміз, 7 теңге, яғни бұл бағасы. Екінші амалында 63-ті біз 7-ге бөлеміз, 9, яғни саны шықты балалар. Жауабы 63 теңгеге 9 қарындаш сатып алуға болады екен. Нөмірі 5-ші есеп. Есепте 360-ті 458-ге қосатын болсақ, балалар 818-ге тең, яғни мұнда баған түрінде шығарып көрсеткен балалар. 900-ден 165-ті азайтатын болсақ, 735-ке тең. 809-дан 145-ті азайтатын болсақ, 664-ке тең. 357-ге 283-ті қосатын болсақ, 640-қа тең. 506-дан 99 азайтатын болсақ, 407-ге тең. 708-ден 136-ны азайтатын болсақ, 572-ге тең екен. Нөмірі 6-шы есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. 6 хат-қалта үшін 54 теңге төленді. 45 теңгеге осындай хат-қалтаның нешеуін сатып алуға болады? Яғни 6 хат-қалта 54 теңге, 45 теңгеге қанша дана сатып алуға болады, балалар? Яғни қанша дана екен табуымыз керек, санын табуымыз керек. Бағасы бірдей екен.
Ол үшін біз 54-ті 6-ға бөлеміз, 9 теңге. 45-ті 9-ға бөлетін болсақ, 5 дана екен. Жауабы 45 теңгеге 5 хат қалта сатып алуға болады. Алтыншы есептің ә нұсқасы: бір данасы 9 теңге тұратын бірнеше дәптерге 45 теңге төленді. Бір данасы 7 теңге тұратын саны осынша дәптерге қанша ақша төлеуге болады? Яғни балалар құнын табуымыз керек. Ол үшін біз 45-ті 9-ға бөлеміз, 5 дана. Яғни саны шығып тұр балалар. Келесі 7-ні 5-ке көбейтеміз, 35 теңге. 35 бұл құны екен балалар. Сонда жауабы 5 дәптер үшін балалар 35 теңге төлеу керек екен. Нөмірі 6-шы есептің Б нұсқасы: бір данасы 4 теңге тұратын 6 дәптер қап үшін қанша төленсе, бір данасы 8 теңге тұратын бірнеше дәптер үшін сонша ақша төленді. Неше дәптер сатып алынды? Мұнда балалар санын табуымыз керек. Яғни 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24 теңге. Құны шықты балалар. Осы 24-ті 8-ге бөлеміз, 3. Яғни 3 дәптер саны шықты. Жауабы 8 теңгеден 3 дәптер сатып алынды. Нөмірі 7-ші есеп, есепте. Мұнда 9 көбейту 7, қосу 49 бөлу 7. Мұнда бірінші көбейту амалы орындалады. 9-ға 7-ні көбейтетін болсақ 63-ге тең, 49-ды 7-ге бөлетін болсақ 7-ге тең. 63-ге 7-ні қосатын болсақ 70-ге тең екен. Келесі 100 азайту 4 көбейту 6. Көбейту амалы орындалады. 4-ті 6-ға көбейтетін болсақ 24, 100-ден 24 азайтатын болсақ 76-ға тең екен. 8 көбейту 9, қосу 7 көбейту 5. 8-ге 9-ды көбейтсек 72-ге тең, 7-ні 5-ге көбейтетін болсақ 35-ге тең. 72-ге 35-ті қосатын болсақ 107-ге тең. 9 көбейту 4, қосу 81 бөлу 9. 9-ды 4-ге көбейтетін болсақ 36-ға тең, 81-ді 9-ға бөлетін болсақ 9-ға тең. 36-ға 9-ды қосатын болсақ 45-ге тең екен. 70 азайту 6 көбейту 7. 6 мен 7-ні көбейтіндісі 42-ге тең, 70-тен 42-ні азайтатын болсақ 28-ге тең. 90 азайту 64 бөлу 8. 64-ті 8-ге бөлетін болсақ 8, 90-нан 8 азайтатын болсақ 82-ге тең. 45 бөлу 9, қосу 72 бөлу 8. 45-ті 9-ға бөлетін болсақ 5-ге тең, 72-ні 8-ге бөлетін болсақ 9-ға тең. 5-ке 9-ды қосатын болсақ 14-ке тең екен. 56-тан 8-ді бөлетін болсақ 7-ге тең. 56-ны 7-ге бөлетін болсақ 8-ге тең. 7-ні 8-ге қосатын болсақ 15-ке тең екен. Нөмірі 8-ші есеп. Әрбір тік төртбұрыш қанша бөлікке бөлінген? Үлестерді жаз. Мұнда бірінші сурет, балалар 6 бөлікке бөлінген үлестерді жазатын болсақ, алттан 1 бөлік деп жазады екенбіз. Алттан 1 үлес. Келесі 3-тен 1 үлес. Келесі суретте 2-ден 1 үлес. 12-ден 1 үлес. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.